Сәлеметсіздер ме, құрметті мұғалімдер? Бүгін күнделік кезектен табель шығарып үйренеміз. Күнделік кезекке кіреміз. Енді күнделік кезекте есептер бөліміне өтеміз. Есептер бөлімінен кейін міне үлгерім. Осы жерде үлгерімнің ішіндегі оқушыларға өтеміз. Оқушылардың ішінде сыныпты таңдаймыз. Енді осы жерде әр 90-ға жекеде шығарсаңыздар да болады. Кейбір оқушылар кетіп жатқан жағдайда да дәл осылай күнделік кезектен табель шығаратын боласыз. Не болмаса жылдың соңында барлық кезеңдер бойынша табель шығаратын боламыз. Барлық кезеңдер бойынша басамыз. Осы жерде сіздің оқушыларыңыз тұрады. Сол оқушыдан біреуін алып көрейік. Мысалы, Балабек деген оқушыны таңдайық. Есепті құрастырамыз. Мына ол оқушының табелі шықты. Енді оқушы табельді енді басамыз. Мына жерге номер жазамыз. Мысалы 122 дейін. Одан кейін мына жерге педагог кеңесінің шешімін жазасыздар. Мысалы 26-сы 05-і 20-22 жыл педагогикалық кеңестің номері. Бізде 9-шы хаттама дедік. 9-шы хаттама бойынша деп өздеріңіздің педагогикалық кеңесте қалай болды, сол бойынша сіздер жазарсыздар. Мен жай ғана өстіп қоя салайын енді. Осылай жазасыздар. Және бұның бір оңай жолы бар. Дәл осыны жазғаннан кейін келесі бір неге Word ашып қойыңыздар. Былай создат дейміз да, Word программаны ашасыздар. Уақытша ғана ашсаңыздар да болады. Мұны енді кез келген жерге жазсаңыздар да бұны. Мына аштыңыз ғой. Аха, енді мынаны копировать етіп аласыз, жерде жазған жазыңызда. Жаңа Wordқа барамыз да қоямыз. Себебі сізде 30 оқушы болса, 30 рет жазып отпайсыз. Осыны копировать, вставить етіп шығара беретін боласыз. Жаздық. Енді әрі қарай дейміз. Балада шықты міне. Табель номері де шығады. Міне қайта-қайта апайлар қарап тұрсам, қолмен жазып әуре болып отыр қанша оқушыға. Дәл осы бетте мына жерде принтердің суреті тұрады. Міне қолдың суреті тұр міне. Осыны басамыз. Көп апайларда мына жер орысшада аударылмаған. Орысша ағылшыншаға да тиісті деп айтайын. Сондықтан принтеріңіз көрсетіп тұр дұрыс. Басасыздағы соңында астындағы үшінші ағылшыншада да орысшада да осы үшіншіні басасыздар. Сол кезде номер сұрайды. Бірінші бет болса бір дейміз да. Печат деп міне бірінші бет дайын тұрды. Печатқа жібере бересіздер. Печат кетті. Енді мына жерде екінші деп бірінші өзгерткесін принтерден алып дәл солай тек қана теріс қарап салады да екі дейсіздер. Печат десеңіз міне екіншісі кетеді. Міне осылай тез ғана жазған жазуыңыз мына жерден шығып тұр. Мен енді тек үлгі болған екен толық жазбадым. Сіздер өздеріңіз бұйрықтарыңыз бойынша жазып, дәл осылай табельдеріңізді тез әрі оңай шығарып аласыздар. Және сіздерге қандай тақырыпта сабақ түсіруді қажет етесіздер, оны да жаза кетіңіздер. Сіздердің ойларыңызды білейін. Қандай мәселе бойынша, қандай тақырыптар бойынша сабақ түсірген және бастауыш сыныпқа арналған электронды көрнекіліктер түсіргенді. Көрнекіліктерді қажет етсеңіздер, сол тақырыптарда да көрнекіліктерді электронды көрнекіліктер қылып түсіріп жазатын болам. Сіз
сабағыңызда кез келген уақытта соны пайдаланып оқушылардың бір сәт болсын ойын өзгертіп өзіңізде арасында демалуға да мүмкіндік жасап қаласыздар, иә, мұғалімдер. Мына сондай нәрселерді де осындай электронды ақпараттардың бізге әсері өте көп. Жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар, астына комментарий жазыңыздар, және қандай сабақтарды түсіргенді қалайсыздар, тақырыптарын нақтап жазып жіберіңіздер. Сол сабақтардан алдағы уақытта түсіретін боламын. Кездескенше сау болыңыздар.